Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жұп-жұмсақ, пышный болып, яғни үлпілдеп, томпиып пісетін панкейктің рецептісімен бөлісемін. Ортасы толықтай піседі, міне дәл видеодағыдай. Мен бірден 2 порция пісірдім, бір порцияда 8 данадан шығады. Панкейкті ұсынған кезде мен сияқты тосаппен, немесе балмен, қаймақпен ұсынсаңыздар болады. Керек құрамның барлығын описанияға жазып қоямын, сол жерден көре аласыздар. Ең бірінші осылай жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызын бөліп аламыз. Енді жұмыртқаның ақуызын алып, осылай миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, ақырындап жылдамдығын жоғарылатып, әппақ көпіршік болғанға дейін әппақ уыз сияқты болып, массасы 200-ге көтерілгенге шейін 5-7 минут көлемінде осылай миксерлейміз. Міне дайын болды, дәл осындай болу керек. Енді жұмыртқаның сарысына қант саламыз, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Осы дайын болған массаның үстіне бөлме температурасында тұрған сүтті құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Онды бірден салмаймыз, онды 2-3 бөлікке бөліп, елегіштен өткізіп саламыз. Қопсытқышты салып, төмен жылдамдықта ақырын араластырамыз. Видеоны аяғына дейін толық көруге кеңес беремін. Айналдырмаңыздар, себебі түсініксіз болып қалуы мүмкін. Кеңестерді тыңдау арқылы барлығын солай істесеңіздер, сізде де осындай керемет панкейктер дайын болады. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер, және достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Поделиться деген кнопканы басу арқылы бөлісе аласыздар. Менің фудблогымды дамыту керек болып тұр. Сол үшін маған қолдау білдірсеңіздер болады. Ол үшін лайк басып, подписаться етіп, достарыңызбен бөлісіп, астына комментарияға ойыңызды жаза кетіңіз. Онда дәл видеодағыдай 3 бөлікке бөліп саламыз. Елегіштен өткізіп, жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстіне сұйық майды құйып, тағы да араластырамыз. Осында сұйық масса шығуы керек, қаймақ сияқты. Енді осы дайын болған массаның үстіне ақуызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бірден араластырмай, төменнен жоғары қаратай осылай лопаткамен, яғни силиконды күрекшемен асықпай отырып араластырыңыз. Міне осындай масса шығуы қажет. Енді орташа отқа табамызды қойып, қыздырамыз. Ешқандай да май жақпаймыз. 2 ас қасықтан салмамызды салып, пісіреміз. Панкейкке осындай домалақ қылып, өзіңіз форма келдіріп алыңыз. Оның формасы әртүрлі қылуға болады, үлкен, кіші, орташа қылып. Міне осындай көпіршікті шығып бастаған кезде ол пісіп қалды деген сөз. Екінші жағына аударып, осылай сарғайтып барлығын пісіріп алыңыз. Міне панкейктеріңіз дайын болды. Осылай өзіңіз қалауыңыз бойынша сәндеп,
сусаппен, балмен берсеңіздер болады. Достар, видеоны аяғына дейін қарағандарыңызға рахмет, ас болсын. Егер де менен тағы да рецепттер күтетін болсаңыздар, ол үшін мен арнама подписаться етіп алыңыздар. Одан кейін колокольчикті басып, менен хабарлама күтесіздер.